Баршаңызға сәлем. Мен бүгін пицца жасағалы жатырмын. Құрамында алдымен бір жұмыртқаңызды жарып, бір ас қасық қаймақ саламыз, және де зәйтүн майын қосамыз. Бір шай қасық тұз, бір шай қасық ас содасын салып, осы қоспаларыңызды жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Үстіне жүгері ұны, жасыл қара құмық ұнын қосып біріктіреміз. Осылайша біріктіріп, жақсылап, қаймақтай болғанша, дайын болғанша араластырасыз. Және дайын болған қамырымызды пергамент қағазына айналдырып шығасыз. Өз қалауларыңыз бойынша томат қоссаңыздар болады. Мен қаймақ қосып жақтым үстіне. Және де помидор қостым, оливки қостым. Ең үстіне сырды үккіштен өткізіп алып, пиццамыздың бетіне сырымызды сеуіп, айналдыра сеуіп шықтым. Қызып тұрған 180 градуста 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Пиццамыз көтеріліп, сыры еріп, осылай пісіп шықты. Сіздерге ұнаса, осылай дайындап, жасап көріңіздер. Ас болсын.